Саламатсыздар ма? Бүгін біз жаңа платформа Scratch платформасына тіркелу туралы видео жасайтын боламыз. Видеоға шоу жасаймыз. Ең алғаш бірінші кез келген браузерге Scratch деген сөзді тереміз іздеу жүйесіне. Сол жақтағы бірінші тұрған орналасқан сілтеме арқылы өтеміз. Осы сілтемеде жоғарғы жақта присоединяйся және вход деген екі батырма орналасқан. Соның ішінде біз тіркелу үшін присоединяйся деген батырманы басамыз. Осының ішінде мына жерге әрқайсымыз өзіміздің лақап атымызды немесе қолданушының атын жазамыз. Өзіміздің шын атымызды қолданбасақ та болады. Пароль жазамыз. Сол паролімізді қайталаймыз. Далее батырмасын басамыз. Қай елден келгенімізді тереміз. Қазақстан. Келесі. Қай айда. Бұл жерде де шын ақпаратты берудің қажеттілігі жоқ. Сондықтан ары қарай жаза береміз. Адрес поштамыз жазамыз. Себебі поштамыз арқылы біз өзімізге код келетінін ұмытпаймыз. Почтаны бір тексеріп алайын. Создать учетную запись батырмасын басамыз. Енді сіздерге міне добро пожаловать деп осы хат келеді. Осыдан кейін ары қарай батырмасын басамыз. Далее деп кете береміз. Осылай біз басты бетке келдік. Осы жерде басты бетте сіздерге қызылмен көрсетіліп тұр. Подтвердите свой адрес электронной почты деп. Осы поштаңызды растаңыз деп тұр. Яғни біз осыны растау үшін өзіміздің поштамызға кіреміз. Пропускаем. Бірінші хат мына confirm your Scratch account, confirm. Осылай біз өзіміздің поштамызды растадық. Жаңартып жіберейік. Міне қызыл бағдар кетті. Енді бұл бізде қарапайым тіркелу болса, ал мұғалім ретінде қалай тіркелуге болады? Соған тоқталып өтейік. Ол үшін ең астқы жағында для учителей деген жер бар. Сол для учителей деген батырманы басасыздар. Осы жерде учетные записи преподавателей деген батырманы басасыз. Запросить аккаунт деген батырманы басасыздар. Подать заявку на учительский аккаунт. Бұл жерде жаңағы өзіңіздің жазған имя пользователяны қолдансаңыздар болады. Қасына не қосып, өзгертулер қосып. Және свой пароль. Следующий шаг. Год рождения ауыстырамыз. Женский. Мынау бөлімдерді Қазақстан толтырамыз. Бұл жерде енді өзіміздің аты жөнімізді көрсетуіміз керек. Бірақ толықтай жазудың қажеттілігі жоқ. Телефон номер міндетті түрде керек. Өйткені сізге хабарласуы мүмкін. Одан кейін барып жұмыс орныңызды жазасыз. Кім болып істейсіз? Мен қазақша жазып жатырмын, бола береді. Средняя школа. Сайт жазбай ақ қойсаңыз болады. Следующий шаг. Қазақстан
жамбыл, Тараз. Осы жерден қайтадан жамбылды танасақ болады. Жамбылская область. Индекс керек емес. Нет, спасибо. Мына жерге қалай Scratch бағдарламасын үйрететініңізді қысқаша жазып кетсеңіз болады. Бағдарламалауға қызықтыру. Келесі бөлім. Почтаңыз жазасыздар. Мен өзімнің почтамды жазайын. Далее дейсіз. Сіздерге осылай сөз шығады, благодарим за создание деп. И осы заявкаңызды, өтінішті не істейсіздер, күте тұрасыздар. Өйткені бұл біраз уақытты алады. Мен өзімнің негізгі аккаунтымды бір аптаның ішінде өтінішті қабылдап, мұғалімнің логин мен паролін құруыма және де өзімнің сыныбымды құруға мүмкіндік берген болатын. Осымен біздің видеомыз шолу аяқталды. Келесі жолы кездескенше.